Барлығыңызға сәлем достар, English Time каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода dangerous деп айтудың басқа да жолдарын үйренетін боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Сонымен қатар каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Осылайша сіз қазақ тілді каналдың дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Ал ендеше бастайық. Dangerous сөзі қазақ тілінде қауіпті деген мағынаны білдіреді. Мысалы, the bridge remained dangerous after the earthquake. Бұл сөйлем жер сілкінісінен кейін көпір қауіпті болып қалды деп аударылады. Алайда dangerous сөзі A2 деңгейіне тән сөз, яғни A2 деңгейі elementary деңгейі деп аталады. Егер де сіз dangerous сөзін қолдана беретін болсаңыз, сіздің ағылшын деңгейіңіздің төмен екендігі байқалады. Сондықтан да келесі сөздерді қолданып көріңіз. Алғашқы сөз hazardous. Қауіпті деген мағынаны білдіреді, яғни екпін алғашқы буынға түсу арқылы айтылады. Dangerous сөзінің синонимі болып табылады. Егер де сіз осы сөзді қолданатын болсаңыз, тыңдаушыға өзіңіздің ағылшын деңгейіңіздің жоғары екендігін көрсете аласыз. Ал ендеше мысалға назар аударайық. Heavy rain is causing hazardous driving conditions. Яғни бұл сөйлем қазақ тіліне қатты жаңбыр көлік жүргізудің қауіпті жағдайларын тудырады деп аударылады. Келесі қауіпті деп айтудың тағы да бір жолы perilous. Яғни бұл жерде де екпін бірінші буынға түсу арқылы айтылады. Мысалға назар аударайық. We are in a very perilous situation. Бұл сөйлем қазақ тіліне біз өте қауіпті жағдайдамыз деп аударылады. Келесі қауіпті деп айтудың үшінші жолы treacherous. Бұл жерде де екпін бірінші буынға қою арқылы айтылады. Treacherous. Енді мысалға назар аударайық. Ice had made the roads treacherous. Мұз жолдарды қауіпті қылды деп аударылады. Міне достар, алдағы уақытта dangerous сөзінің орнына осы берілген үш сөзді қолдануды ұмытпаңыздар. Ал ендеше осы үш сөзді қолдану арқылы өз сөйлемдеріңізді комментарий бөліміне жазып қалдырсаңыздар болады. Бүгінге менің айтар мәліметтерім осымен аяқталды. Сіздерге бүгінгі берілген ақпараттар маңызды болды деп ойлаймын. Егер де сізге видео ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Бұл қазақ тілді каналдың дамуына қосқан үлесіңіз болып табылады. Сонымен қатар, менің Instagram парақшама жазылуды ұмытпаңыздар. Ал қазірше сау болыңыздар.